Сәлем достар, бүгін өте дәмді болып шығатын баялдыдан тіске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге баялды, қызанақ, сарымсақ, жұмыртқа және майонез қажет. Осылай баялдымызды жақсылап осылай тазалап, доп-домалақ қылып бірдей пішенде турап шығатын боламыз. Барлығын турап болғаннан соң салқын суға кішкене тұз салып, барлық баялдымызды батырып қоятын боламыз. 15 минуттай осылай тұрады. Баялдымыз дайын болғанша ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Қызанақтың барлығын осылай турап, 2 жұмыртқамызды бөлек ыдысқа араластырамыз. Сарымсағымызды теркадан өткізіп, кішкене майонез салып, оны да дайындап қоямыз. 15 минуттан соң осылай қағаз майлығымызға барлық баялдыны суы сырқығанша осылай қойып шығатын боламыз. Енді қызып тұрған тапамызға кішкене сұйық майымызды құйып, баялдының барлығын осылай жұмыртқаға батыру арқылы осылай қуырып алатын боламыз. Осылай екі беті қызарғанша барлығын қуыратын боламыз. Мен алдын ала барлығын осылай дайындап аламын. Енді кезекпен кезек баялдының үстіне майонез бен сарымсағымызды жағып, қызанағымызды қойып, осылай дайындайтын боламыз. Осылай салат ретінде қойсаңыз да болады, түскі асқа. Осылай тіске басар ретінде жесеңіз де болады, өте дәмді болып шығады. Сіз де дайындап көріңіздер. Достар, видео ұнаса, комментарий қалдырып, парақшама тіркеліп кетіңіз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сіз де дайындап көріңіз, ас болсын.